Қазақ танымында ықылым заманнан баба жолын кеспе, артынан ер деген тәмсіл бар. Бұл көшпенділердің тұрмыстық санасындағы басты тағылымдардың бірі еді. Ал исламда бұл жайында пайғамбарымыз былай дейді: кімде-кім ата-анасын риза қылса, Алланы риза қылғаны, егер ата-анасын ашуландырса, Алланы ашуландырғаны. Қазақ танымында құдайы қонақ деген қасиетті ұғым бар. Босағаңды аттап, шаңырағыңа келген жанды төрге шығарып асын беру ата дәстүрден қалған игі амал. Ал дінімізде бұл жайында ардақты пайғамбарымыз қалдырған хадис бар: кімде-кім Аллаға, ақырет күніне иман келтірген болса, қонағын құрметтесін, жақсылық күтсін делінеді. Қазақы болмыс дегеніміз тектілік, жеті атаға дейін қыз алыспау салты ұрпақтың дені сау және ақыл-есі дұрыс болуының кепілі. Асыл дінімізде пайғамбарымыз жақын ағайын туыстан қыз алмаңдар, өйткені бала әлсіз боп туады деп айтқан. Ал Әзіреті Омар алыстан некелесіңдер деген, яғни қызды жат руға беріп, жат рудан алыңдар дейді. Ғұрбымызда тамақты оң қолмен алып жейді. Егер сол қолмен тамақ алып жесе, ісі оңға айналмайды. Атам қазақта: ісің оң болсын, жолың оң болсын. Есіктен кіргенде табалдырықтан оң аяқпен аттап кір деген неше мыңдаған жол жоралғы сөздер бар. Ал ардақты пайғамбарымыздың бір хадисінде былай деген: сендердің ешбірің сол қолмен ішіп жемесін, өйткені шайтан сол қолмен ішіп жейді.